Сәлем, менің YouTube арнамның көрермендері, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен Epson L3101 принтерін қалай краска толтыру керек екенін көрсететін боламын. Ең алдымен осы жерін ашып алатын боламыз. Одан соң өзінің краскалары бар. Міне көк, қара, сары және де розовый түстер бар. Оларды осылай ашып аламыз да өзінің краскаларын құйып көрсететін боламын. Осындай өзінің арнайы көріп тұрсаңыздар, осындай формалары бар. Сол жерге красканы салған кезде өзі құйылатын болады. Арнамнан алыстамаңыздар. Міне красканың өзі арнайы Epson L3101 принтеріне арналған 103 краскасы. 103 номердегі краска. Бірінші қара түсті құйып алдым. Енді сіздерге басқа түстерді көрсететін боламын. Келесі кезекте міне сары түсті красканы алдым. Сары түсті красканы құятын боламыз. Өзінің міне бас жағында қарап тұрсаңыздар, өзінің формасы бар. У деп жазылып тұр. Яғни міне мына жерде де У деп жазылып тұр. Принтерде де сол жерге басына кіргізіп қойсақ, өзі краска төгілмей құйылатын болады. Міне краска ақырындап құйылып жатыр. Дәл үстіңгі сызыққа дейін құятын боламыз, одан асырмаймыз. Құйылып болғанша мұқият қарап, толғаннан кейін алып тастау керекпіз. Ол мүлде шетіне төгілмейді. Міне қарап тұрсаңыздар, осылай жай ғана ала саласыздар. Жан-жағына құйылып кетпейді. Келесі кезекте міне розовый түсінде құйып жатырмыз. Онда мұқият қарап тұрамыз. Асып кетпеу керек. Дәл ең соңғы үстіңгі сызыққа дейін құю керекпіз. Одан соң міне көк түсті құйып аламыз. Дәл солай сызықтан асырмай мұқият қарап тұрамыз. Міне краскаларымызды құйып болдық. Ақырын жауып, одан кейін істете берулеріңізге болады. Сәттілік! Егер мен каналым сіздерге пайдасын тигізген болса, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.